Ана жерде сені қонақтарды тосып отыруға өлең айтады. Жоқ, мен ондай үйтіп боқтама. Короче, кеттік. Бастай берейін ба? Көтімнің арасы. Боқтамай дұрыстап айтсайшы, қонақтар отыр ғой. Түф, енді бастап келатыр едің. Түф, тыныш отыршы, Ерлан. Давай айта берем. Менің айтарым біреу ақ, Ерлан ағай осырақ. Ойбай. Ойбай. Шоштың ғой, не болды? Қонақтар келді. Қонақтар? Иә. Кім? Қонақтарға айта сал, мен жоқпын. Мам, қайда кеттің? Есікті, мен жоқпын. Осындай кезде бәрі кидать етіп кетеді. О, ата келді ғой. Так, что там? Балдарым, малдарым, что там? Көріспегелі көп болды ғой. Сен яқ бізді балдарым дейсің? Атақта ты шалдарым. Так, бірдеңе көрейінші. Отырмын да. Наконец-то қонақтар кетті. Ойбай, мен мұнда өлең айтайын деп атсам. Өлең дейсің ба? Айт берейін, айтал. Новый год харам, Дед Мороз барам, кет үйден, айтпесе көтіңді айырам. Так, сақалын сатқан қариядан еңбегін сатқан бала артық дегенше. Ата, паригіңді ұшырып жедің ғой, татау. Мамаң ұйықтап жатқан кезде. Охо, қазір мен су ішем. Бірақ мама ұйықтап отыр. Ема. Су ішіп болдым ғой. Так, не хуй бір. Ал енді кеттім дейді.